Бүгін Қазақ ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі, мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханның есіміне арналған ұлттың ұлы тұлғасы атты қалалық форум өтуде. Білім мен руханият тоғысқан тағылымды шараны Астана дарыны орталығы мен Әлихан Бөкейхан атындағы Бином мектеп-лицейі ұйымдастыруда. Әлихан Бөкейханның туғанына 160 жыл. Әлекеңнің осы ғұмырындағы бір тарихи миссиясы осы қазақ жерін бүкіл сол кездегі қазақ қоныстанған облыстар мен облыстарға дейін түгелін санамалап, солардың негізінде біздің қазақтың, бүкіл қазақтың басын қосып, бір шаңырақтың астында зиялы қауым жастарын бәрін біріктіріп, сол күрестің нәтижесінде, ағартушылығының нәтижесінде осы қазақ мемлекетін қайтадан қалпына келді. Әлихан Бөкейханның туғанына 160 жыл толуына байланысты іс-шара басталған екен. Сол басталғаны маған қатты қызықтырып отыр. Көрмей ұйымдастырып, Әлиханның өмірінен әртүрлі эпизодтар көрсетіп, оқушылардың назарына салып, оның үстіне жаңа Әлихан туралы баяндамалар болды. Шын мәнісінде қазақтың ең мықты ұлт ұстазы ол Әлихан Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан өзі бір сөзінде айтқан: менің әкелерім қазаққа қарыз болып еді, хандар, ал мен сол қарызымды өтеймін деді. Шын мәнісінде Әлихан қазаққа қарыз болып кеткен жоқ, бүткіл қарызын өтеді. Әлі бұна туған күндерде ұйымдастырып жатқан нәрселер, осы шаралар байы түседі, көбейе түседі, молая түседі, оқушылар көптеген мәліметтерді біле түседі деп ойлаймын.